қалаға жедел жетіппіз, артынан жүріп арманның ауылдан шығып кетіппіз. Арайын төгіп аспаным, араласамдай жер-жерді, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Арайын төгіп аспаным, араласамдай жер-жерді, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Қонатын көлдің бетіне, түнгі аспанның сағындым, түнейтін соның шетіне, құрдастарым сағындым. Жусаны жұпар ауылмен көшемнің шаңын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Жусаны жұпар ауылмен көшемнің шаңын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары. Бүгінгі Мұқыр ауылында ашылғалы тұрған жаяу жүргіншілер көпірінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Мұқыр ауылының 6-шы ауыл бағытынан Мұқыр орта мектебін 2024 жылы тәмамдаған 48-ші түлектердің ауылымызға тартуы. Түлектерімізге алғысымызды білдіре отырып, ашылғалы отырған жаяу жүргіншілер көпірі ел игілігіне деген жарасын деген ниеттеміз. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті қонақтар, құттықтау сөз үшін ауыл әкімі Жақсиев Азамат консулына беріледі. Қайырлы күн, құрметті ауылдастар, құрметті 20 жылдық түлектер. Әркімнің туған жері Мұстар шаһар демекші, мына жылдан жылға өздеріңіз білетіндей ауыл түлектері өздерінің ауылдарына өсіп өркендеуіне өз үлестерін қосып келуде. Соның бірі өздеріңіз көріп отқандай, мына 6-шы ауылдағы жаяу жүргіншілер жолын осы 2004 жылы бітірген түлектер осы халық игілігіне тарту етуде. Құрметті 20 жылдық түлектер, сіздерге дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, осындай игі істеріңіз көп бола берсін дегім келеді. Және бұл істеріңіз осы ауылдың болашақ ұрпақтарына сабақ болатындай, игі істер болатындай ниеттеміз. Алға қарай осындай ауылымыз дами берсін, көркейе берсін дегім келеді. Сіздерге көп-көп рахмет. Құтты болсын 20-жылдықтарыңыз. Құттықтау сөз осы ауылымыздың еңбек ардагері Тайжанов Төлеу ағамызға беріледі. Ал құрметті ауылдастар, азаматшалар, мынау бүгінгі бас қосып жатқанымызды қазір айтып кетті ғой. Енді мынау ауылымызда ұшқан ұлмен қызымыз, түлектеріміз бүгінгі күні осы 6-шы ауыл жақ темір жолдың көншек жағындағы елді адамдардың жақсылығын алып жатыр. Қарақтарым, бақытты болыңдар. Армандаған армандарыңа жетіңдер. Көрінген бала-шағаларың қызығын көріңдер. Әке-шешелерің аман болсын. Бастарыңда бейнет болмасын. Қуаныш көп болсын. Ол енді қаттайса қарындастың көңілі қалады. Жайса жайықтың суы құрайды деген. Бұны біз баяғыдан армандадық. Үкімет басшымыз осыны ойламады. Жалпақ тілмен айтқанда тілдей көпір салып беруге көңілдері жетпеді. Біз көп ашынды қосған, айтып та жаттық. Құлақтарына кірмеді. Халық аман болсын. Өсіп келатқан ұрпақтар аман болсын. Осыны көздерін көріп, осыған еңбек етіп, мына жасап беріп атқан еңбектерің Алладан қайтсын. Көп-көп рахмет қарақтарым. Біздің мектептен талай жақсы түлектер өсіп, қолдарынан келген жақсылықтарын
істеп отқан көріп жатырмыз. Сонау атшабы салаңы, болмаса мына конторғасындағы ескерткіштер, осының бәрін осы өздерін құсаған мектептен шыққан ұл мен қыздар жасап беріп жатыр. Ал бұны алдағашан осы тілдей көпірді жасауға әлдері келмеген үкімет халықтың адамның жағдайын ойлауға қабілеттері жетпеді. Ал айтпасқа болмайды, сондықтан айтып тұрым. Мынау қарақтарым, мынаны сендер бастап атқанда мен көш жерде келіп кеттім. Бір қатарың біліп тұрған шығарсыңдар. Ал айналайындар, мынау жұмыстарың сәтті болсын, аман жүріңдер деп айтып кетіп едім. Енді сонда бір балдар айтты, енді қазір осы жерде бар болар. Аға, біз тағда біреуін салайық деп едік. Мынау қымбатшылық қыстап тұр. Әзірге осыны болып берейік деп жатырмыз деді. Міне осының өзі бізді төбемізді көкке жеткізді. Сондықтан қарақтарым, азаматшаларым, осындай жақсылықты жасай беріңдер. Туған жерлеріңе, туған жерің, кіндік кескен жерлеріңнен қымбат ештеңе жоқ. Сондықтан енді арман бар ма? Басшың дорақ екен деп, қалғанымыз дорақ болмайық, ауыз бірлікте болайық. Мына осыларың мәңгілік мықты болсын. Біз бір кездерде наурыз айында осы мына беттегі үлкен аға жеңгелерімізге көрісуге осы сайдан өтелмей, мына Орыспай деген мен інімнің бір көк атыменен көрісуге атпен шыққан уақытымыз болды. Соның бәрін осы жергілікті жердегі өзіміздің әкіміміз, болмаса аудан басшысы, солар көрмей атқан жоқ. Бәрі көріп жүрді. Соны жасауға құқы болмады. Міне, ал енді ауыл әкіміне өкпеміз жоқ. Ауыл әкімі сайлайды билік өздерінде, ауданнан жоғары қарай. Сондықтан енді өзіміз қамтымасақ, басқа жағдай болмай жатыр. Жақсылықта болайық, қуанышта болайық, қарақтарым. Бір қатарың үйлі баранды болдыңдар. Сол көрінген кішкентайлардың қызығын көріңдер. Мынау еңбектерің Алладан қайтсын деп біледі. Құтты болсын бәрі. Түлектердің атынан Тұманов Жексен Сағытжанұлына сөз береміз. Ассалаумағалейкум ауылдастар, құрметті қонақтар. 1987 жылы туылған 2004 жылы мектеп түлектерінен ұйымдастырумен салынған көпірдің ашылуын салтанатына қош келдіңіздер. Осындай үлкен іс-шара ауылымызда, елімізде бола берсін, ары қарай игі істер жалғасын таба берсін деймін. Көпірлеріңіз құтты болсын. Рахмет. Бәріңе, жексен қайда, Ерболды құтты болсын, айлығымыздың күндері. Ай, бәрекелді келіпей. Еші-жекейде қара бұлтайды бүктеген, үйірме үнсіз тұнжырап қайғырып келем. Қалықсып жатып содан соң кетемін ұйықтап, ұйықтап кетсем түсімде сәйгілік көрем. Дәнемде шабам алдымнан аңғарлардан тап, таулардан ұрғым өтем, аңғарлардан тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арманды барым арманнан да бар. Ай, бәрекелді келіңдер. Күнде айнымы қарау, қай жаққа апарып көмермін қайғыны мынау. Өмірме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүрем сәйгілігім.
жалғасы жаңашыл істеріміздің бастамасы болсын деген ниетпен елге тартуы құтты болсын ағайындар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, ауылына, еліне қызмет ететін осындай азаматтар көп болсын. Құтты болсын. Игілікке, жақсылыққа пайдаланып көпір болсын ағайындар. Қол-сол қошеметтеріңіздер құтты болсын. Ya Allah gelsin şekeri.